абысыныма өз баламды бердім. Отау құрғандарына қаншама жыл болса да, қайнағам мен абысынымда бала болмады. Менің 3 ұлым және 4-ші балама аяғым ауыр еді. Көтерген күннен бастап енем бұл баланы абысыныңа бер. Осы баладан соң ол да өзі көтеріп туып алар. Ал сен сауапты іс жасайсың деп қоймады. Жолдасым екеуміз ақылдасып жарайды деп өз келісімімізді бердік. Ай күнім жақындап, шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге әкелдім. Қырқынан шыға салып, баламды абысыныма бердім. Барлығымыз бір шаңырақ астында тұратын едік. Солай күндер, айлар өте берді. Bir күні енем абысыным мен қайнағамның өз еншілерін беріп, бөлек шығарып жіберді. Сол күннен бастап баламды қатты сағынып, қинала бастадым. Бірге тұрған кезімізде баламды күнде көргендіктен, бөлек шығып баламды алып кеткендері жаныма өте қатты ауыр тиді. Баламды өзіме қайтадан қайтарып алғым келеді. Мұндай жағдайда сіз не істер едіңіз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Және достар, басыңыздан өткен кез келген тақырыпта баяндағыңыз келсе, жекеме шықсаңыз болады. Және де достар, мені қолдап парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер.